рахмет. Мен кей кезде ойлаймын, енді жалпы біз қазақ халқы ұлылардың ұрпағымыз ғой. Мына соңғы кезде біз сөзге шорқақтау болып бара жатырмыз ба? Мына енді той қазақтың қазынасы дейді. Біз тойға, қуанышқа барғанда қазір тілек айтудан қалып бара жатырмыз, тек киім дайындаймыз. Өйткені тілек айтқызбайды, 20-30 адам шығарады, ішінен бір адам сөйлей салыңдар дейді, соған үйреніп қалғанбыз. Ол 20-ның ішінен сөйлейтін адам таппай тұрамыз. Сен айт, көке сен айт, маке сен айт, қой, мен тұрғандан ойты, сен айт, сен байтын. Сол уақыт кетеді. Мен мысалы үшін тілек айтқан кезде адам кейбір сөйлейтін кісілер бар енді. Бүгін залда да отырмын, Бекболат ағаларымыз, мына жалпы қазақ халқы туралы сөйлесе де, тілек айтқан кезде де бір адамға қарап тұрып, сол кісінің мақтаған кезде, сен туралы айтып жатқан кезде ішіне ойлап қаласың, қойымда мен емес деп бар ғой, соншалықты жеткізіп айтады енді. Біз қазір тойға бара жатқан кезде кейбір ағаларымыз қайда кетіп жатырғанын білмейтіндер бар ғой. Кім той деп, бір құдалардың той дейді, киіне берші, қайтасың шарбанға жібер. Киініп аламыз, автопилот күнде той ғой бізде жаңағы. Барып, сосын столға отырып аламыз да, кімнің тойында отырып шаруамыз жоқ. Жерімізді айтып, ұруымызды айтып, бір-бірімізді қарылысып отырамыз. Ан жақта болған сенің аталарың, біз мұн жақта болғанбыз. Ой, тұра түссен, жоқ, сен тұра түс, біз мұнда жақта болғанбыз. Бір аталары как будто үстінен қарап тұрған секілді бар ғой. Соншама қалғанып атамызды дымымыз қалмай. Сосын тілек беріп отырған кезде, сол кезде барып есімізге түсіп кетті. Тойда отыр екенмін ғой деп жаңа. Қайырбек, Мұрат деп жатқан зірке түседі. Мен айтып жатырмын дейді. Я сіз десең ортаға шығып кетеді ғой кейбір ағаларымыз. Ауызда ет. Тойдың ортасы болып тамададан сұрақ қояды. Жастардың аты кім дейді ғой. Сонда банадан бері қайда отырмын деп ойлайды екен деймін да. Сосын біз тілек айтқан кезде дайындалмайтынымыз соншалықты өзіміз не көрдік, қандай проблема бар, соны жастарға айтады екенбіз. Жастардан бастайын, сол жастардың достары 20 мен 25 жас арасындағы жастардың тілегі. Қазір олар тілек дайындамайды, ешқандай киім дайындайды, нағыз солар. Жігіттер жағы бірдей бабочка, қыздар бірдей түс көйлек киіп алады, фиолетовый, қызыл, өздері қуып жүреді, тілек жоқ. Бүкіл Қазақстанның жастарының тілегі мынандай. Ортаға шығады, шұбырып. Мұрат, Айгүля, вы замечательная пара. Мұрат, береги нашу Айгүл дейді. Бірақ Айгүл ана жерде кісенде тұрған секілді бар ғой. Айгуля, мы с тобой дейді. Қайда с тобой, ол кетіп бара жатыр уже. Кейбір құрбылар бар, подружкалар жылайды тойға келіп. Айгуля. Бір жаңа естіп отырған секілді, сол қыздың күйеуге кетіп отырған бар ғой. Жоқ, бір ай бұрын естідің ғой, үйінен жылап келсеш деймін, өзі әзер тұрған қызды одан сайын көңіл күйін түсірмей. Сосын жастардың білетін бір-ақ мақалы бар, бәрін айтатын. Сендерге қосақ қудың махаббатын тілеймін дейді. Адамға құстың махаббатын тілеп не көрінді деймін. Олар да соған рахмет деп тұрады, мәз болып тұрамыз. Құстың махаббатын тілеп жатырық қой бір-бірімізге. Сосын ең соңында барлығы барам. Поздравляем, құттықтаймыз. Бұл қазіргі таңдағы қазақтың жастарының 20-25 жас арасындағы жастардың тілектері осы. 25 пен 35 үйленгендер, кішкене опыты бар, чуть-чуть қарын шыққандар, олар былай бастайды. Мұрат, Айгүл, терпение. Ұрыспаңдар. Семья болғас, ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмайды дейді енді. Пластмассовый сатып алыңдар деп қуып тұратындар бар жаңа. Соны өзінде әйелімен ұрысып тұрады ғой, тұратшы айтасың ғой, не болды? Сіздерге айтарым, біреуің ұрысқанда, біреуің үндемей қалыңдар дейді. Осы сөздің мағынасын түсінем екен деймін да. Біз қазақты қайдан көрдім, біреуі ұрысып атырғанда екінші үндемей тұрған. Мен көрген емес, біреу ұрысып атырғанда екінші тыңдап тұрған. Айтып ал, қазір мен кезегім келеді ғой деп. Бізде біреу шабуыл жасаса, екінші сразу қарсы шабуыл жасаймыз ғой. Сол ұрыспасаңдар бәрі жақсы болады, сіздерге тілерім денсаулық. Давайте дейді. Бұл 25-35. 35 пен 45 жас арасындағы тілек мынандай болып келеді, көбіне ағаларымыз айтады. Ал айналай Келінжан, Айгүл, мына Мұрат түнде кешіп келіп жатса, сен ренжіме. Біз еркектер жай жүрмейміз, семьяны асырап жүреміз. Сонда ғана әйеліне айтып жатырғанда намекпен қаңғып жүрген жоқпын деп жаңа. Сол, мен саған айтарым сол, ана, күн келеме, қабағың ашулы болып шай бер, жақсы ма? Сосын Мұрат, бүгіннен бастап өзің ұстап ал. Осы үйдің отағасы сен, өзі беріп қойған, ана қайталамасын деп жатыр ғой жаңа. Давай Мұрат, қысылма, қаздан бастап өзіңдің осы үйдің еркек екен сезін сен енді да. Ал осы айтайын дегенім. 45 пен 55 жас арасындағы аға жеңгелердің тілегі маған өте қатты ұнайды. Ол жастағылар келін түсіргендер. Өшін кімнен аларын білмей жүргендер. Оларға тілек бермесең тойда бәле қаласың. Өйткені ол кісілердің тойға келгендегі бір миссиясы бар. Ешқашан олар күйеуге шығып жатқан келінге тілек айтпайды. Апаларымыз ана жерде отқан өзінің келініне айтып жатыр.
солай өшін алмаса, басқалай вариант жоқ жотым. Ортаға шығады, келінге қарап тұрады, бірақ адрес мын жаққа. Айналайын келінжан, мына екі жақтың әке-шешесін бірдей сыйла. Өз әке-шешеңді қалай көресің, Мұраттың әке-шешесін солай сыйла. Не ол келе салады, енесінің басына шығып алады деген. Ондай келіндер бар. Қара су берсеңді қабағыңды ашып берейін алайын. Сол айтайын деген. Микрофон тамадаға береді, әл сөйлеп барады. Отырсың аш, құда құсап төрге шығып алды, адам жүрек типартқан күнді. Ан жерде келін бала ұрысып отыр. Айттым осы апындар барған жерге біз бармай қойшы, вечный мен айтады. Маған айтып отыр, кім айтып отыр? Олар қырылысып отыр бірімен. Одан жоғары 55 пен 65 жас арасындағы аға жеңгелеріміз тілегі ұнайды. Ешкіммен қырылысып жүрген жоқ. Өздерімен өздері. Нағыз тойға келген кісілер солар. Ешкіммен соғысып жүрген жоқ. Олар келінді я жеңгендер, или конкретно жеңіп қалғандар уже.